Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге сүтсіз суға иленіп бір жасағаннан дәмді тәтті болып шығатын бауырсақ түрін көрсететін боламын. Дәл осы мен рецептіме жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Егер біздің суымыз жылы болса, бауырсақтарымыз да әдемі болып көтеріледі. Жылы суымызға бір ас қасық тұз саламыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын төмендегі описание бөліміне жазып кетемін. Және бір ас қасық қантымызды саламыз. Мен видеода барлығын кішкентай қасықпен салып жатырмын. Және де бір чай қасық ашытқымызды салып, барлығы ерігенше араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Мен майонез қостым. Қалауларыңыз бойынша майонез қоссаңыздар болады. Майонез қамырымыздың жұмсақ болып көтерілуіне көмектеседі. Және електен өткен ұнымызды сала отырып қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз өте қатты, өте жұмсақ болмауы керек. Қамырымыз илеп болдық, оны 1,5-2 сағатқа ашытуға қоямыз. Ашыған қамырымызды тағы да бір қайтарып илейміз. Дайын болған қамырымыздың асты жабыспас үшін бауырсақтың астына ұн сеуіп кеп бауырсақтарымызды кесіп алатын боламыз. Кесілген дайын бауырсақтардың бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Мінекей менің бауырсақтарым өте әдемі, сап-сары болып пісіп шықты. Сіздерге ас болсын.